Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті жанынан құрылған әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Аталған кеңестің күн тәртібінде 6 мәселе қаралды. Оның 5-еуі профилактикалық бағыттағы мәселелер, 1-еуі тәртіптік іс. Кеңесте мемлекеттік қызмет, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қызметтік этиканы сақтау туралы заңнама талаптарына сәйкес жүргізіліп жатқан іс-шаралар баян етілді. Жер қатынастары саласында бұзушылықтар бойынша орын алған бұзушылықтарға қатысты бір тәртіптік істі қарайтын боламыз. Нәтижесінде тиісті мемлекеттік органдардағы осы айтылған бағыттағы жұмыстарды жақсарту, заң бұзушылықтардың алдын алу бойынша нақты ұсынымдар берілетін болады. Яғни бұл ұсынымдар әдеп жөніндегі кеңесінің ұсынымдары жаңағы қаралуға, орындалуға жатады. Айта кетейік, бұл жиын әдеп жөнінде кеңестің 2023 жылдағы қорытынды отырысы. Сондықтан да Ұлытау облысы бойынша соттар әкімшісінің және Ұлытау облысы әділет департаменті басшыларының есептері тыңдалып, ұсыныстар берілді. Жиын соңында 2024 жылға арналған жұмыс жоспары талқыланып, бекітуге ұсынылды. Мұқағали Сейітқазы, Айдос Өмірбекұлы, Ұлытау телеарнасы.